Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ауызашарға өте жеңіл қорытылатын, әрі тұп-тұнық мөп-мөлдір жылқы етінен жасалған кеспе дайындаймыз. Және сорпаға өте үйлесетін морковь по-корейски салатын дайындаймыз. Алдымен қазанға су құямыз. Енді дайындап қойған сүйекті етімізді қазанға салып, қазанның астындағы отты қатты қоямыз. Қазанның қақпағын жауып, 15 минутқа қайнатамыз. Мінекей 15 минут өткеннен кейін қазандағы сорпамыз қайнай бастады. Астын сәл азайтып, бетіндегі көбігін аламыз. Кәдімгі бешбармақ қайнатқандағы сияқты сорпаның бетіндегі көбігін жақсылап алуымыз керек. Өйткені сорпаның мөлдір болатыны осыған байланысты. Мінекей көбіктерінің бәрін жинап аламыз осылай. Көбігі түгел алынған сорпа мөп-мөлдір тұп-тұнық болып шығады. Көбігі алынған тұп-тұнық сорпамызды 1 сағат қайнатамыз. Мінекей 1 сағат қайнаған сорпаны көріп тұрсыздар. Жіліктің майының барлығы сорпаның бетіне шыққан. Етіміз, сүйекті етіміз пісті. Енді оны сүзіп аламыз осылай. Сорпаны тағы да бірнеше рет сүземіз. Ішінде қалып кеткен көбіктері болса, олардың барлығын алып тастаймыз. Енді 1 сағат қайнаған сорпамыз әрине сәл азайып қалды. Сондықтан сорпаның үстіне қайнап тұрған ыстық судан қосамыз. Енді алдын ала дайындап қойған көкөністерімізді сала бастаймыз. Бірінші картопты саламыз. Картоп себебі басқа көкөніске қарағанда қаттылау, сондықтан 10-15 минуттай қайнап пісу керек. Осылайша картопты салып, сорпамыздың әрі қарай қайнатамыз. Қазанның бетін жауып, отты сәл көтеріп, енді бір 10-15 минуттай сорпамызды қайнатамыз. Сорпамыз қайнап жатқан уақытта пісіп дайын тұрған етімізді осылай жақсылап турап аламыз. Еттің барлығын сүйектен ажыратып, осылай турап алғанымыз дұрыс. Сорпаның ішінде еттің майда болып жүргені ұнатады менің отбасым. Мінекей осылай алдын ала туралған жұп-жұмсақ етті осылайша түйірлеп турап аламыз. Мінекей картопымыз да пісіп қалды сорпадағы қайнап жатқан. Бүгінгі кеспеге дайын кеспені алдым. Өте жіңішке, жұп-жұмсақ, жұмыртқа қосып жасалынған осындай кеспені қостым. Картоптың үстіне саламыз. Шамамен 300 граммдай. Ағаш қасықпен осылай жақсылап араластырамыз. Енді отты орташа қойып, қазанның астындағы сорпаны әрі қарай қайнатамыз. Міне менің кеспем осы ет, картоп және осындай кеспеден ғана тұрады. Үстіне аздаған дәм беру үшін қыстай қатырып қойған өзімнің бақшамның осындай қызанағын салып жібердім. Әрі сорпаға сән береді, әрі ерекше бір дәмін шығарады. Үстіне кесіп қойған етімізді саламыз сорпаның үстіне. Мінекей біздің бүгінгі дайындаған осындай сорпамыз тұп-тұнық болып, мөп-мөлдір болып шықты сорпасы. Қара бұрыш себеміз және аздап қызыл бұрыштан себеміз. Жақсылап бір араластырып жіберіп, лапшамыз пісті, картопымыз да барлығы пісті. Негізгі тағамымыз пісті. Қазанның астының отын өшіріп, қазанның бетін жауып, кішкене қойып қоямыз. Достар, менің каналымда морковь по-корейскийдің рецептісі түсірілген видео бар. Мен төменде описание бөліміне ссылкасын қалдырып кететін боламын. Өте оңай жасалатын салаттың түрі 5 минутта дайын болады. 600 грамм сәбізді үккіштен өткізіп, корейский салатының үккішінен. Содан соң үстіне дайын соусты қосасыздар. Чим-чим деген соус кез келген дүкенде сатылады. Бұл салаттың ерекшелігі дайындап бірден дастарханға ұсына беруге болады. Және дәмі өте жақсы үйлеседі сорпамен. Осылайша ауызашарға әдемі сорпа дайындасаңыздар болады достар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.
астарыңыз дәмді болсын.